Сәлем, достар. Хай, ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз articles, яғни a and the деген артикльдерді қарастырамыз. Бұл артикльдер тек ағылшын тілінде ғана кездеседі. Сонымен артикль дегеніміз не екен? Соны қысқаша бүгінгі сабақта біз қарап өтейік. Артикль дегеніміз бұл зат есімнің алдына қойылатын қызметші сөздер. Олар затқа қосымша сипаттама береді. Мысалы, a pen, an apple, the book, яғни pen, apple, book деген зат есімдерге қызмет етіп тұрған осы артикльдер a, an, the, бұлар осы зат есімдердің белгілі екенін, белгісіз екенін білдіріп қызмет жасап тұр. Ал енді артикльдердің қандай түрлері бар? Соны қарастырып өтейік. Артикльдердің белгісіздік артикль, белгілілік артикль, яғни indefinite, definite деген түрлері бар. Яғни белгісіздік артикльдер бұл a, an, а белгілілік артикль the. Сонымен қатар zero article деген үшінші формасы да бар. Ол жаңағы артикльді қолданбайтын жағдайда қолданылады. Ал енді белгісіз артикль a, an-ның сипаттамасын беретін болсақ, екеуінің ортасындағы айырмашылығы не? Яғни дауысты дыбыстармен басталатын зат есімдердің алдына an қолданылады. Мысалы, an apple, an egg, an elephant. Зат есімдердің алғашқы әрпіне көңіл бөлсеңіздер, барлығы дауысты дыбыстармен басталып тұр. Сондықтан бұл зат есімдердің алдына an деген артикль қойылып тұр. Ал енді дауыссыз дыбыстармен басталатын зат есімдердің алдына қойылады. Мысалы, a desk, a map, a man, a bag. Яғни бұл жердегі зат есімдердің алғашқы әрпі дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Сондықтан қойылып тұр. Сонымен n мен ның айырмашылығы бұл дауыссыз және дауысты дыбыстарға байланысты екен. Артикль не үшін қажет? Артикль зат есімді етістіктен ажырата білу үшін қажет. Оған мысал ретінде міне fly деген етістікті алайық. Fly ұшу деген етістік. Ұшу дегенді білдіреді. Ал егер fly деген етістіктің алдына деген артикльді қоятын болсақ, a fly шыбын деген зат есімді білдіреді екен. Ол енді көптеген етістіктерге қатысты емес, бір шама етістіктерге қатысты. Артикльді қайда қолданамыз келесі сұрақ? Бұл енді көптеген тіл үйренушілерді мазалап жүрген сұрақ. Сол үшін бүгін a, the деген бірнеше қолдану жолын қарастырамыз осы артикльдердің. Бірінші жолы зат есімді алғаш рет таныстырғанда an деген артикль қолданылады екен. Яғни зат есім туралы алғаш рет, бірінші рет айтып тұрған кезде, оны сөйлеуші мен тыңдаушы білмейтін зат есім туралы айтылып жатқан кезде, сосын екінші рет қайталанғанда белгілі the деген артикльді қолданамыз. Оны мына мәтіннен байқауға болады. I saw a person yesterday. Яғни a person. Қандай адамды мен кеше көрдім? Белгісіз зат есім, белгісіз адам, сондықтан an қойып тұр. Ал енді екінші рет қайталанғанда the person was sitting under a tree. Ол адам ағаштың астында отыр екен. Яғни the деп екінші рет ол зат есім қайталанғанда бізге түсінікті. Ол кеше көрген адам туралы айтылып жатқаны. Ал енді бұл жерде a tree деп ағаштың белгісіз екені көрініп тұр. Өйткені біз ол қандай ағаш екенін білмейміз, қайда тұрған ағаш екенін. The tree was very tall. Ал енді екінші рет қайталанып отырғанда ағаштың ұзын екенін біліп отырмыз. Ағаш ұзын болды. Яғни the tree белгілі артикльді қойып отыр. Ал енді the person stood up when he saw a cat. Яғни ол адам мысықты көргенде орнынан тұрды. Бұл жерде енді үшінші рет айтылып отыр ол адам туралы. Сондықтан ол бізге таныс болып қалғандықтан the деген белгілі артикльді қолданып отырмыз. Ал cat деген мысық. Біз оны әлі білмейміз, ол қайдан келген мысық, кімнің мысық екен. Сондықтан белгісіз артикль бұл cat деген зат есімнің алдында тұр. The cat jumped on a wall. Ол мысық қабырғаға секіріп кетті. Енді the cat деген зат есімнің алдына the-ні қойып тұрмыз, өйткені ол белгілі, өйткені ол жаңағы адам көрген мысық. Ал енді қабырға бізге белгісіз болып тұр. Қандай қабырға? Қай жерде тұрған қабырға? Сондықтан оның алдына белгісіз деген артикль қойылып тұр. Сонымен ең алғаш рет, бірінші рет айтылғанда зат есім туралы қойылады. Яғни a person, a tree, a cat, a wall. Ал енді екінші рет қайталанып айтылған кезде
енді бұл таныс болып қалған кезде екінші рет the person, the tree, the cat деп айтылып жатыр. Енді екінші жасалу жолы an қай кезде қолданылады? Саналатын зат есімнің жекеше түрімен қолданылады. Мысалы, саналатын зат есім деп отырғанымыз ол кітап, қаламсап, орындық, тағы сондай зат есімдер. Және жекеше түрде, тек жекеше түрде естеріңізде болсын қолданылады. Мысалы, she is a student, ол студент, яғни студент деген зат есіміміз біздің жекеше түрде тұр, және ол саналады, сондықтан ол жерде бізде белгісіз деген артикльді қолданып тұрмыз. This is a book, мынау кітап. Кітап жекеше түрде және саналатын зат есім. Сондықтан деген артикльді қойып тұрмыз. Зат есімнің көпше түрінде артикль қолданылмайды. Мысалы, we are students, яғни біз студенттерміз. S деген көпше түрдің жалғауы қосылып тұр студентқа. Students. Бұны енді мықтап еске сақтау керек. Көпше түрде артикль қолданылмайды. Келесі an нақты емес, жалпы нәрсе туралы айтылған кезде қолданылады екен. Мысалы, I'd like to buy a dress. Мен көйлек алғым келеді. Яғни address деген зат есімнің алдында dress тұғанда деген белгісіздік артиклі тұр. Ол белгісіздік артикль көйлекті белгісіз қылып тұр бізге. Мен көйлек алғым келеді, бірақ та жаңағы кез келген көйлекті дейді бұл жерде. Ол қысқа ма, ұзын ба, маңызды емес. Ал егерде n-нің орнына z-ні қойып, I would like to buy that dress десек, ол нақты менің көріп кеткен, менің таңдап кеткен, немесе қазір меніңке қолыма ұстап тұрған көйлек болса, I would like that dress деп айтады екенбіз. Яғни мен мына көйлекті аламын, менің таңдауым осы, нақты, яғни белгілі болған кезде z-ні қоямыз. Ал енді z деген артикльдің жасалу жолын қарастырайық. Бірінші жолы ол бірегей нәрсе туралы. Әлемде тек бір данадан тұратын зат есімдерді алдында қолданыламыз деген. Мысалы, the sun күн. Күн деген бұл әлемдегі бір талғана зат есім, күн деп біз аспандағы ғана күнді айтамыз, қалған нәрсені күн деп айта алмаймыз. Келесі the moon today is extremely beautiful. Ай бүгін айрықша, керемет, сондай тамаша, әдемі болып тұр. The earth, жер. The президент, яғни президент деп біз тек ел басқаратын адамды ғана айтамыз. Президент деп басқа ешкімді айтпаймыз. The Queen of England, ағылшын ханшайымы. The capital city, қаланың астанасы, немесе астана. Яғни бұлар барлық әлемдегі тек бір данадан тұратын, яғни бұдан басқа ештеңкені жер, күн, ай деп айтпайтын болғандықтан, бұның алдына z деген артикль қолданылады. Екінші z бұл географиялық атаулармен қолданылады. Ол the North Pole, the South Pole, the Arctic, the Antarctic, the North, the South, the East, the West. Яғни бұл географиялық атаулармен қолданылатын, бұл өте оңай, географиялық атаулар бұл полюстер туралы айтатын. Арктика, Антарктика, солтүстік, оңтүстік, шығыс, батыс дегенді есте сақтау өте оңай. Сондықтан енді бұны сіздер ұмытпайды деп ойлаймын. Келесі аймақтар туралы айтқан кезде, мысалы the Far East, the Middle East, the Highlands, the South of England, the Crimea, the Caucasus. Бұл аймақтарды жаңағы жақсылап, жаттап, күнделікті жаттығулармен автоматты түрде қалыптастырсаңыздар өте оңай жаттауға. Атаулары көпше түрдегі зат есімдер болып табылатын елдермен де the деген артикль қолданылады. Яғни елдердің атаулары көпше түрде. Мысалы, the Philippines, S деген көпше түрін жалғауы тұр, филиппиндықтар. The Philippines. Немесе the Netherlands, Нидерланд, the Baltic States, Прибалтика елдері. Осы елдерде жаңа көпше түрде тұрғандықтан the деген алдына артикль келіп тұр.
Ал енді төртінші атауында kingdom патшалық, republic республика, union federation федерация сөздері бар елдер, олардың да алдына the деген артикль міндетті түрде қолданылады. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Republic of Cuba, the German Federal Republic, the Russian Federation. Бұлар өте оңай жаттап алуға. Келесі мұхиттар, бұғаздар, теңіздер, өзендер, каналдар, сарқырамалар, ағымдар туралы айтқан кезде бұлардың да алдына the деген артикль міндетті түрде қолданылады. The Atlantic Ocean, Атлант мұхиты, the Pacific Ocean, the Black Sea, the Red Sea, the Thames, река Темза, the Suez Canal, the Niagara Fall, the English Channel, the Strait of Dover, the Gulf Stream, яғни Gulf ағымы дейді. Strait of Dover, ол жаңа бұғаз, Дувер бұғазы. Енді бұл да қиынға соқпайды деп ойлаймын, еске сақтау үшін. Сын есім сөйлемде зат есім қызметін атқарып тұрған кезде the деген артиклді қоямыз. Ол дегеніміз мысалы the poor. Poor дегеніміз бұл жерде сын есім, қандай? Кедей. Poor. Ал егерде осы сын есімнің алдына the деген артиклді қойып жіберетін болсақ, онда ол зат есімге айналып шыға келеді екен. Кедей, кімдер? Кедейлер. The rich, байлар. The young, жастар. The old, кәрілер, кәрі адамдар. Яғни бұл жерде poor, rich, young, old деген сын есімнің ролін атқарып тұрған жоқ. Бұл жерде the деген артиклмен қосылып, екеуі зат есімнің ролін көрсетіп тұр екен. Келесі ұлт атаулары алдында the деген артикль қоямыз. Мысалы the Kazakh, the British, the French, the English. Яғни қазақтар, британдықтар, француздар, ағылшындар. Ал енді қазақ халқы деп айтатын болсақ, Kazakh people, British people, French people, English people. Ол кезде the деген артиклді қоймаймыз. Өйткені Kazakh, British, French, English'тан кейін people деген зат есім тұр. Сондықтан оны қоймайды екенбіз. Келесі енді есімізге сын есімнің жасалу жолын түсіреміз. Сын есімі жалпы біздің үш формадан тұрады. Бірінші өзінің формасы good, екінші салыстырмалы форма better, салыстырмалы шырай деп жатады қазақ тілінде. Үшіншісі күшейтпелі шырай the best, яғни ағылшынша the superlative form, күшейтпелі. Бұл күшейтпелі шырайда міндетті түрде the деген артиклді қолданамыз екен. Мысалды көріп тұрсыздар, good, better, the best. Ал енді өзіміз мысал беретін болсақ, the best place in the world. Ең әлемдегі ең керемет жер. The worst mistake. Ең бір нашар қате. The fastest car. Ең бір мықты жүйрік көлік. The tallest building. Ең биік ғимарат. The most interesting story. Ең бір керемет қызықты хикая. Яғни үшінші формасында сын есімнің күшейтпелі форманы the деген артиклді үнемі қалдырмай қойып жүрміз керек. Ал ол артиклсіз ол күшейтпелі шырайға айнала алмайды екен. Яғни осы the деген артикль арқылы ол күшейе түседі. Сосын реттік сан есімдермен the қолданылады. Өздеріңіз білесіздер, реттік сан есімдер бар. Жаңа бірінші, екінші, үшінші дейтін. Сол сияқты ағылшын тілінде де осы реттік сан есімдердің алдына міндетті түрде the қойылады. Мысалы the first print, бірінші басылым, the second time, екінші рет, the third example, үшінші мысал, the fourth person, төртінші адам, the 7th of October, 7 октябрь дейді. Осындай реттік сан есімдердің алдына міндетті түрде the қолданамыз. Бұл да өте еске сақтауға өте оңай. Келесі нақты зат есім туралы айтқан кезде the деген артиклді қолданамыз. Қандай нақты зат есім деп ойланып тұрған шығарсыздар. Оны мысалдан қарап өтейік. Мысалы, Can I borrow the book? Can I borrow the book? Мен мына кітапты алсам бола ма? Яғни қандай кітап туралы the book деген зат есімнің алдында the деген артикль тұр, белгілі артикль. Яғни ол кітап, ол зат есім белгілі. Сұраушыға да, тыңдаушыға да белгілі болғандықтан the тұр.
The book that is on your table. Яғни сенің үстелің үстіндегі кітап. Белгілі кітап. Нақты сол үстелдің үстінде жатқан. Сол мүмкін Абай жолы кітабы ма? Сол Абай жолы кітабы туралы айтылып жатса мысалы, сенің үстелің үстінде тұрған сол кітап. Немесе the books are in your bag. Яғни сенің сөмкеңдегі кітаптар. Яғни сөйлеуші де, тыңдаушы да не туралы, қандай кітаптар туралы әңгіме болып жатқанын екеуіне де түсінікті. Екеуі де біліп тұрған кезде the деген белгілі артикльді қояды екен. Сосын тұрақты сөз тіркестерінде қолданамыз. Оны міндетті түрде жаттап алу керек. Өте қиын емес. In the morning, in the afternoon, in the evening, the day before yesterday, the day after tomorrow, бірсі күні, the day before yesterday, алдыңғы күні, on the right, on the left, оңға, солға, to go to the cinema, to go to the theater, киноға бару, театрға бару деген сияқты сөз тіркестерінде the қолданылады екен. Ал енді біз сіздермен zero article, яғни қай жерде артикльдер қолданылмайды, соны қысқаша қарап өтейік. Құрлықтар, елдер, қала атауларында артикльдер қолданылмайды екен. Мысалы, Africa, Asia, America, Қазақстан, Өзбекистан, Russia, Астана. Яғни бұларда құрлықтар, елдер, қала атаулары бұлардың алдында the немесе деген артикль мүлде қолданылмайды. Бұл да естеріңізде болсын. Келесі ғылым атауларының алдында. Мысалы, mathematics, chemistry, physics, biology, astronomy. Яғни бұл ғылым атауларының алдында тағы да жаңағы артикльдер қолданылмайды. Үшінші, зат есімнен кейін сан есім тұрса, онда артикль қолданылмайды. Мысалы, room number 104, bus number 54, school number 75, flat number 20, немесе flat 20, school 75, bus 54, room 104. Яғни сын есім, зат есімнен кейін сан есім тұрғандықтан the қолданылмады. Және мейрам, апта күндерін айтқанда, ай аттарын айтқан кезде алдына ешқандай қолданылмайды. Мысалы, Наурыз is a very important holiday for Kazakhs. Яғни өте маңызды мейрам қазақтар үшін деп тұр. Christmas, жаңағы Easter, ағылшындардың праздник мейрамдары. Monday, today is Monday, бүгін дүйсенбі. Saturday, сенбі. January and February. Her birthday is in February. Оның туған күні февральда. Яғни осы аптаның ай аттарын алдына the-ні қолданбайтынымызды еске сақтаймыз. Және адам аттары алдына қойылмайды мүлде. Бірақ егер толық жанұя отбасы туралы айтылып жатса, онда қоямыз. Мысалы, this is my wife Mary. Maryдің алдына қойылмайды, өйткені адам аты. Ал енді келесі отбасы туралы айтқанда The Simpsons. Яғни Симпсондар отбасы, Симпсондар жанұясы. Жалпы толық жанұяны айтқан кезде the-ні қояды екенбіз. Келесі көшенің атын айтқанда, саябақтардың атын айтқанда, алаң аттарын айтқанда қойылмайды артикльдер. Мысалы, Trafalgar Square, яғни Лондондағы Трафалгар алаңы. Немесе Hyde Park, Abaya Street, Достық Street. Яғни көшелерді еске сақтау бұл өте оңай және жеңіл. Яғни көшелерді айтқанда біз the деген артикль қолданбаймыз. Зат есімдер туралы жалпылама түрде айтқан кезде артикль қолданылмайды. Мысалы, I prefer to read interesting books. Мен қызықты кітаптар оқығанды қалаймын. Бұл жерде books деген зат есіміміз біздің біріншіден көпше түрде тұр. Екіншіден жалпы. Ол дәл бір Абай жолы немесе басқа бір кітаптар емес, жалпы ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде, новелла болсын, роман болсын, бәрібір жалпы кітаптарды айтып тұр. I never have pens when I need them. Менде осы өмірі ручка керек кезде, қаламсап керек кезде, менде өмірі осы табылмай қалады деп айтып жатамыз.
Сол сияқты қызыл қаламсап, көк қаламсап емес, бұл жерде маңыздысы жалпы қаламсаптың болмай қалуы. Маған керек кезде мен осы өмір қаламсап таппай қалам деп айтамыз, иә. I bought pencils for you to use. Мен саған қолдануға қарындаштар алдым. Бұл маңызды емес. Ұзын қарындаш, қысқа қарындаш, қызыл қарындаш, жалпы қарындаш туралы. Ал енді келесі сөйлемде қараңыздар. I really like eating cake. Маған жалпы торт жеген ұнайды, иә? Тәтті ұнайды, торт жеген ұнайды. Ал егерде осы сөйлемге the деген артиклді қосатын болсақ, бұл сөйлемнің мағынасы мүлдем өзгеріп кетеді. Мына жерде I really like eating cake деп жалпы қандай торт болса да ұнайды деп айтатын болсақ, I really like the cake you made дейтін болсақ, онда бұл жерде маған ұнайды дәл сен жасаған торт деген мағынаны береді екен. Яғни the cake дегеніміз белгілі сенің қолыңнан шыққан, сен жасаған торт деп айтады екенбіз. The information is available. Яғни мені ойландырған маған керек жаңалықтарға қол жетімді қазір. The information, яғни маған керекті, маған белгілі. Ал егерде the-ні алып тастап жай ғана information is available деп айтатын болсақ, жаңалықтарға қол жетімді. Онда ол жалғыз маған қатысты, мен білетін жаңалықтар емес, жалпы әртүрлі, әр аймақтан жиналған жаңалықтар туралы айтып тұр екен. Сонымен бүгінгі сабақтан біз не үйрендік? Бүгінгі сабақтан біз біріншіден немесе and, the қашан қолданатынымыз қарастырдық. I saw a person yesterday. The person was sitting under a tree деген мәтінге қарап, алғаш таныстырған кезде зат есімді қоямыз, ал одан кейін екінші рет қайталанғанда белгілі артикль the-ні қоятынымызды біліп отырмыз. Екінші зат есім ерекше, нақты болған кезде, айрықша болған кезде белгілі артикль the-ні қолданамыз. Жалпы бүгінгі сабақта біз оннан аса the-ның қолдану жолын қарастырып өттік. Видеоны тоқтатып, қайтадан айналдырып қарап, тыңдап шықсаңыздар болады. Келесі, неге біз кейбір жерлерде артикль қолданбаймыз? Оны да бүгін қарастырып шықтық. Неге артикль қолданбайды екенбіз? Оны ойланып, астындағы комментарийға жаза кетіңіздер. Ал енді мына жерде сіздерге арнап, жаңағы географиялық атауларға, қаланың атауларына арнап, жаңағы жаттығулар салдым. Бұл жаттығуларды жасап, бұның жауабын астыңғы төменде қоямын, сол жерден қарап, өздеріңізді тексеріңіздер. Бұл жерде де қаланың, елдердің атауларының алдына the қоямыз ба, қоямыз ба, ойланып жасап көріңіздер. Мен сіздерге сәттілік тілеймін. Қош сау болыңыздар.